بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Алдыңғы сабақта Иса алейхиссаламның дәуірін өткен болатынбыз. Иса алейхиссаламның заманында не болады, қандай береке, қандай рахат болады, қандай жағдайлар болады, соны өткен болатынбыз. Сол әңгіменің ішінен Иса алейхиссалам жер бетінде 40 жыл өмір сүретінін білдік. Иса алейхиссалам жер бетінде қиямет күнінің алдында 40 жыл өмір сүреді. Өткен Абу Хурайрада келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Фаямкусу фил арди 40 сана". Жер бетінде Иса алейхиссалам 40 жыл болады дейді. "Сумма ятаваффа", кейін қайтыс болады. "Уясалли алейхи муслимун уядфинунуху", кейін мұсылмандар оған жаназа намазын оқып, оны жерлейді дейді. Хадис Абу Дауд, Ахмад риуаят қылған. Шейх Албани бұл хадисті сахих деген. Кейбір ғалымдар Иса алейхиссалам жер бетінде 7 жыл өмір сүреді қиямет күнінің алдында. Ал мына 40 хадиске қалай жауап береді дейтін болса, олар айтады: Иса алейхиссалам кезінде 33 жыл жер бетінде өмір сүрген, сосын аспанға көтеріліп кеткен. Қиямет күнінің алдында 7 жыл өмір сүретін болса, бұрынғы 33 екеуін қосқанда, яғни сонда 40 болады деп айтатын ғалымдарда жоқ емес бар. Олардың сүйенетін хадисі Абдулла ибн Амрдан келетін хадиске: "Сумма ямкусу насу 7 синин", кейін адамдар жер бетінде 7 жыл болады дейді. "Лейса байна снейни адауа" дейді. Араларында ешқандай жаулық болмайды дейді. Хадис Муслимде келеді. Бірақ дұрысы ол Иса алейхиссалам жер бетінде 40 жыл өмір сүреді дедік. Өйткені бұл Муслимдегі хадистің имам Ахмадта келетін риуаятында бір сөз қосылған. Сол сөз Муслимнің хадисін анықтайды. Ол хадисте былай келеді: "Сумма ялбасу насу ба'даху 7 синин лейса байна снейни адауа" дейді. Кейін дейді адамдар Иса алейхиссаламнан кейін дейді 7 жыл өмір сүреді дегенде Иса алейхиссалам емес, адамдар қашан? Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін. Яғни Иса алейхиссалам ертең 40 жыл өмір сүргеннен кейін, сосын қайтыс болғаннан кейін адамдар, яғни мұсылмандар жер бетінде тағы да 7 жыл өмір сүреді екен. Лейса байна снейни адауа, араларында ешқандай жаулық болмайды дейді. Сол 7 жыл өмір сүргенде жер бетінде 7 жылдың ішінде кейбір оқиғалар болады, біраз оқиғалар болады. Сол оқиғаларға тоқталып кетейік осы сабақта, содан бастаймыз иншалла. Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін адамдар әлсіреп бастайды. Сол 7 жылдың ішінде адамдар әлсіреп діндерінен алыстап бастайды. Әрине ол әр заманда сондай. Егер білімді адам кететін болса, қайтыс болатын болса, әлде кетіп қалатын болса, сол жерден адамдар, сол жердегілер әлсіреп бастайды. Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін адамдарға әлсіздік келіп бастайды. Адамдар әлсірейді, діндерден алыстайды. Сөйтіп алыстағанда Құраннан мүлдем алыстап кетеді адамдар. Сол кезде Алла тағала Құранды алып кетеді. Қиямет күнінің алдындағы белгілердің бірі ол Құранның кетуі. Алла тағала Құранды алып кетеді. Яғни адамдар таңертең ұйқыдан тұрғанда Құранды мүлдем ұмытып қалған болады. Және Құранды ашатын болса, таңертең ішінде ешқандай аят болмайды, ақ парақ қана қалады. Сондай оқиға болады. Ол турасында Абдулла ибн Масуд айтады радиаллаху анху: "Ла юсраянна алал Qur'ани зата лейлатин фала ютраку аятун фи мусхафин вала фи қалби ахадин илля руфиат" дейді. Ол сахаба айтады: "Бір түннің ішінде Құран көтеріліп кетеді" дейді. Құранның ішінде бірде-бір аят қалмайды дейді. Және ешқандай адамның жүрегінде Құран қалмайды дейді. Құранның барлығы түгелдей аяттар көтеріліп кетеді дейді. Бұл асарды Ад-Дарими сахих иснадпен келтірген. Абдулла ибн Масудтың сөзі болғанмен, бірақ бұл нәрсені ғалымдар айтады, Абдулла ибн Масуд өзі ойымен айту мүмкін емес дейді. Демек, ол пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзі дейді. Егер жалпы сахаба бір нәрсе айтатын болса, қиямет күнінің алдында болатын, әлде қиямет күні болатын сондай ғайыптан бір нәрсе айтатын болса, оны ғалымдар марфу үкімін алады дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл сахабаға айтқан дейді. Басқа хадисте Худайфа ибн Яманнан келетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ядрусул исламу кама ядрусу вашию сауби хатта ла юдра ма сиямун вала салатун вала нусукун вала садақа" дейді. Ислам жаймендеп кете береді дейді. Киімнің үстіндегі ою-өрнектер кеткендей дейді. Киім сатып алғанда баяғы кезде киімдердің үстіне сызық болады, ою болады,
сол киім ескерген сайын сол үстіндегі ою өрнектері, киімнің сызықтары кете береді. Ислам солай кете береді дейді, азая береді дейді. Яғни ислам азайып дейді. Тіпті сондайға дейін барады дейді. Кісілер ораза не екен, намаз не екен, қажылық не екен, садақа не екен білмей қалады дейді. وَلَا يُسْرَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ. Бір түннің ішінде Құран кетіп қалады дейді, көтеріліп кетеді дейді Құран. فَلَا يَبْقَ فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ. Жер бетінде Құраннан бірде бір аят қалмайды дейді. وَتَبْقَ طَوَائِفٌ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ дейді. Жер бетінде бір топ адамдар қалады дейді. Яғни бір топ мұсылмандар қалады, дым да білмейтін. الشيخ الكبير, үлкен шалдар дейді. والعجوز, үлкен әжелер. يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة. Кезінде әкелеріміз осы сөзді айтушы еді деп айтады дейді. لا إله إلا الله فنحن نقولها. Яғни кезінде ата-бабаларымыз осы сөзді айтатын еді. لا إله إلا الله, Аллаху акбар, осындай сөз айтады, біз де соны айтып жүрдік дейді. Осы хадисті Хузайфа ибн Яман өзінің шәкіртіне айтқаннан кейін Сила деген шәкіртіне, Сила ибн Зуфар, ол Сила Хузайфадан сұрайды: "Ма туғни анхум ла илаха иллаллах?" Сол кезде ла илаха иллаллах оларға көмек бере ме дейді сол кісілерге. "Вахум ла ядруна ма сала, вала сиям, вала нусук, вала садақа" дейді. Ол адамдар намаз не екенін білмейді. Яғни намаз оқымайды ол кісілер. Оразаны білмейді, қажылық білмейді, садақа не екенін білмейді. Яғни діннен алыстап кеткен кісілер. Соларға сол ла илаха иллаллах көмек бере ме дейді. Сол кезде Хузайфа ибн Яман жауап бермей бұрылып кетіп қалады. Сол кезде Сила қайтадан сұрайды: ла илаха иллаллах оларға пайда бере ме деп 3 рет қайталайды. 3-ші қайталағаннан кейін Хузайфа бұрылады да оған тунжихи минан нар, тунжихи минан нар, тунжихи минан нар дейді. Ол сөз оларды оттан құтқарады, ол сөз оларды оттан құтқарады, ол сөз оларды оттан құтқарады дейді. Яғни ла илаха иллаллах сол кезде, білім жоқ кезде, адамдар құлшылық қылғысы келетін болса, дін жоқ болатын болса, ол кезде ла илаха иллаллахтың өзі, таухидтың өзі көмектеседі. Яғни қиямет күнінің алдында Құран кетеді. Құраннан ешқандай аят қалмайды. Және тағы да бұл хадистен алынатын пайда: егер де адам сондай бір жерде өмір сүретін болса, құлшылық қылғысы келеді, намаз оқығысы келеді, барынша іздейді, тырысады, бір намаз оқығысы келеді, намаз үйренгісі келеді, бірақ ешкім жоқ оған үйрететін. Яғни сондай жерде ислам қабылдады, барынша бір құлшылық қылғысы келеді, ізденіп жүр, бірақ таба алмай жүр. Намаз үйрететін ешкім жоқ. Мүмкін қамаулда бол, мүмкін бір жерде қамаулда ислам қабылдады, ла илаха иллаллах деп айтты, таухид ұстанды, енді құлшылық қылғысы келеді, намаз оқығысы келеді, бірақ үйрететін ешкім жоқ. Ораза ұстағысы келеді, ораза үйрететін ешкім жоқ. Зекет бергісі келеді, ешкім жоқ. Қажылық істегісі келеді, жоқ. Сондай болатын болса, ондай кісілерге, дым жетпеген, дым білмеген кісілерге бұл ла илаха иллаллах сөзі көмектеседі дейді. Шартпен қандай кезде? Үйренгісі келіп, бірақ үйрететін ешкім жоқ болса дейді. Ешқандай жол болмайтын болса дейді. Яғни ол қазір біз заманымызда жоқ. Шейх Фаузан айтқандай, біздің заманымызда ондай бір жер жоқ дейді. Бірақ баяғы кезде мүмкін болған шығар, интернет, сондай нәрселер жоқ кезде адам емін-еркін интернетке кіріп үйрене алмайтындай сондай бір заман бұрын болғанда, яғни болған шығар, Аллаху алам, ондай заман. Бірақ Шейх Фаузан айтқандай, қазір ондай заман жоқ дейді. Қиямет күнінің алдында осы заман болады. Адамдар құлшылық не екенін білмейтін сондай заман болып, Құран көтеріліп кеткенде сондай адам болып қалып, ла илаха иллаллах деген сөзді айтып жүргенде, ол сөз оларға пайда береді дейді. Және тағы да Табаранида келетін Абдулла ибн Масъудтың тағы басқа сөзі: "Вала юнзаанна хазал Құрану мин байни азхурикум." Сендердің араларынан бұл Құран кетеді дейді. Сол кезде Абдулла ибн Масъудтан сұраған табииндер: "Я Аба Абдурахман, كيف ينتزع وقد أثبتناه في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا?" يا أبا عبد الرحمن, қалай ол Құран кетіп қалады дейді. Біз оны жаттап алдық қой, жүрегімізге бекітіп қойдық дейді. Және Құранға оның бәрін жазып қойдық. Қалай ол? Яғни таң қалып сұрағанда, сол кезде Абдулла Масуд жауап береді: "Юсра алейхи фи лейлатин фала ябқа фи қалби абдин вала мусхафин минху шей." Бір түннің ішінде Құран көтеріліп кетеді дейді. Ешқандай адамның жүрегінде қалмайды дейді, және ешқандай Құранда қалмайды дейді. "Уайусбихун-насу кал-бахаим." Адамдар хайуан сияқты болып қалады дейді. Яғни Құран жоқ, дым жоқ, сондай заман болады. Адамдар, яғни дым шариаттан ондай хабар болмайды. Яғни бұл бауырлар, барлық мұсылман бәрі осылай болады деген нәрсе емес. Жоқ, сондай бір уақыттар болады, сондай бір жерлер болады.
сол кезде надандық қатты басқа деді, надандық. Яғни адамдар әртүрлі болады. Иса алейхиссалам келгенде адамдар Исаға тартылатындар болады, құлшылық қылатындар болады. Әрине сондай өкінішке орай сондай кісілер болады, дінде әрең жүрген, шаршап жүрген, ерініп жүрген сондай кісілер болады. Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін адамдар төменге одан сайын түседі, одан сайын алыстайды. Әрине тақуалылар болады, бірақ сондай бір жерлер болады, діннен өте алыс болып қалғандар. Сол кезде, сол 7 жылдың ішінде Құран көтерілгенде, Құран кеткенде, яғни сондай мұсылмандар жағдайға түседі. Және сол 7 жылдың ішіндегі тағы болатын үлкен бір оқиғалардың бірі ол күн батыстан шығуы. Қиямет күнінің алдында жер бетінде адамдар бар кезде, кәфірлер және мұсылмандар да бар кезде, сондай қияметтің үлкен бір белгілерінің біреуі болады, ол күн батыстан шығуы. Күн батыстан шығу ол қиямет күнінің үлкен белгілерінің бірі. Күн батыстан қашан шығады? Жер бетінде мұсылмандар бар болған кезде шығады. Сол 7 жылдың ішінде шығады, кейін емес. Күн батыстан шығуына дәлел болар Құранда келеді, және хадисте келеді, және сахабалардың сөздеріне келеді. Күн батыстан шығуына Құраннан дәлел келетін болса, Алла Тағала Ан'ам сүресінде айтады: "Хал янзуруна илля ан та'тиякумул малаикату ау я'ти раббука ау я'ти бa'ду аяти раббик. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا" дейді. Ан'ам сүресінде Алла айтады: олар дейді, кәфірлер жер бетіне періштелердің келгенін күтіп отыр ма дейді. Ау я'тия раббука дейді, әлде Раббың келгенін күтіп отыр ма дейді, қиямет күнінің тез басталғанын күтіп отыр ма олар дейді. Әлде Алла Тағаланың кейбір аяттарын келгенін күтіп отыр ма олар дейді. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا дейді. Раббыңның кейбір аяттары келген күні бұрын иман келтірмеген немесе бір хайыр істемеген адамға иманы еш пайда бермейді дейді. Яғни Алла Тағаланың үлкен белгілері, аяттары келгенде иман келтірмеген кісіге сол кезде иман келтіретін болса пайда бермейді дейді. Әлде ешқандай хайыр істемеген, амал істемеген кісіге сол қиямет күні амал істеп бастайтын болса, оған ешқандай пайда бермейді дейді. Яғни адам баласы әлсіз болып бір амал дұрыс істемей, бірақ күн батыстан шыққанда амалы күшейіп кететін болса, оған ешқандай пайда болмайды. Бұл аятта Алла Тағаланың кейбір аяттары дейді. Тәпсіршілердің жұмһуры көбі бұл аяттағы белгі дейді, Алла Тағаланың келетін белгісі дейді. Яғни иман пайда болмайтын жұмһур ғалымдар оны күн батыстан шығуы дейді. Өйткені шариғатта дәлелі келген күн батыстан шығатын болса, адамның иманы пайда бермейді. Яғни кейін күн батыстан шыққаннан кейін иман келтіретін болса, оған пайда жоқ екен. Иман келтіруінің ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтуының ешқандай пайдасы жоқ екенін дәлелдер хадисте көп келген. Сондықтан қиямет күнінің алдында күн батыстан шығатын болса, сол кезде екі топ кісі болады жер бетінде. Біреу кәфірлер, олар ислам қабылдайтын болса, сол кәфірлер ешқандай пайда болмайды. Және сол кезде 7 жылдың ішінде жер бетінде мұсылмандар болады. Әлсіздер болуы мүмкін, пасық мұсылмандар да болуы мүмкін, әбден дұрыс па? Сол пасық мұсылмандар түзелем деп тәубе қылатын болса, пайда болмайды. Әлде пасық емес, орташа бір мұсылмандар болуы мүмкін, сол күн батыстан шыққанда амалдарын жаңартқысы келеді, күшейткісі келеді, жақсы болғысы келеді, тахаджуд оқымаған кісі тахаджуд оқығысы келеді, пайдасы болмайды оларға. Бұрын істемеген, бұрын тырыспаған амалдарын сол кезде бастайтын болса, пайдасы жоқ. Өмір духа намазын оқымаған кісі сол жерде духа намазын оқитын болса, пайдасы жоқ. Өмір тахаджуд оқымаған кісі сол кезде тахаджуд оқитын болса, пайдасы жоқ. Өмір ораза ұстамаған, бірінші күн, төртінші күн ораза ұстамаған кісі сол күн батыстан шыққанда ораза бастап бастайтын болса, ешқандай пайда болмайды. Бұрынғы амалына сай амалдар ғана қабылданады. Жаңа бір нәрсе жаңартатын болса, ешқандай оған пайда болмайды. Ал кәфірлер болатын болса, сол кезде иман қабылдап, ислам қабылдап, дінге бет бұрып, бірақ ешқандай оған пайда болмайды. Хадисте келгенде Абу Хурайрадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: "Ла тақуму саата хатта татлуъу аш-шамсу мин мағрибиха." Күн батыстан шықпайынша қиямет күні басталмайды дейді. Яғни қиямет күнінің алдында міндетті түрде күн батыстан шығу керек. Егер күнде ол шығыстан шығатын болса, бірақ қиямет күнінің алдында ол батыстан шығу керек. Әйтпесе қиямет күні басталмайды. فَإِذَا طَلَعَتْ فَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ дейді.
сол кезде күн батыстан шыққанда адамдар соны көргенде аману аджмаун, барлығы иман келтіреді дейді. Бәрі де ислам қабылдайды. Яғни сол кезде жер бетінде кәфірлер болады. Мұсылмандардан сол нәрсені естиді. Исаның қайтыс болғанда көп болған жоқ сондағы. Яғни сондағы 1-2 жыл болды. Яғни Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін мұсылмандар 7 жыл өмір сүреді. Бірақ күн соның орталарына шығады. Ол 1 жылдан кейін 3 жылдан кейін әйтеуір Исаның қайтыс болғанына 7 жылдан ондай асқан жоқ. Жақын, бәрі біледі. Мұсылмандар сол заманда кәфірлерге айтып жүрді, намазға оқыңдар, исламға кіріңдер, ислам қабылдаңдар деп дағуат айтып жүрді. Бірақ кәфірлер әні міне деп сөйтіп рахаттанып жүрді. Өйткені жер бетінде берекет, рахат, байлық барлығы болды. Бір ешкінің сүтіне бәленбай кісі тояды, бір сиырдың сүтіне бәленбай кісі тояды. Яғни берекелі сондай заманда рахаттанып, қызығып жүргенде, яғни жер бетінде сондай рахат, адамдар сөйтіп рахат өмір сүргенде, яғни ақиретін ұмытып мән бермейді мұсылмандарға, мұсылмандардың дағуаттарына. Бірақ күн батыстан шыққанда бәрі оянады. Куфр ұйқыларынан оянып алып тұрады. Мә бітті, бәрі ислам қабылдайды. فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا дейді. Бірақ ол күні дейді, сол күні бұрын иман келтірмеген немесе хайыр амал жасамаған адамға иманы пайда бермейді дейді. Хадисті Бухари мен Муслим риуаят қылған. Яғни сол күні адамдар ислам қабылдағанда оларға ешқандай исламдары пайда бермейді. Тақуалы болып, жылап намаз оқиды, пайдасы жоқ болды. Солай, яғни қайтыс болған секілді. Неге? Өйткені амалсыздан иман қабылдап тұр. Амалсыздан ислам қабылдап тұр олар. Иманға амалсыздан кіріп тұр. Жалпы Аллах тағала бізге иманды таңдаумен қабылдасын дейді. Шарасыздан емес. Шарасыз ислам қабылдайтын болса пайдасы жоқ адамға. Адам баласы таңдау болған кезде исламға кіретін болса, бұған пайда бар. Бірақ таңдау жоқ болған кезде, шарасыз жағдайда өлім сәтіне келгенде ислам қабылдайтын болса, әлі күн батыстан шығатын болса, ешқандай оған исламның пайдасы жоқ. Ол турасында Аллах тағала Құранда біраз жер айтады. Аллах тағала айтады: "Фаламма рау бәсана қалу аманна биллахи вахдаху ва кафарна бима кунна бихи мушрикин, фалам яку янфаухум иманухум ламма рау бәсана" дейді. Олар дейді, Аллах тағала сол кәфірлерге азап бергенде, олар Алланың азабын көргенде қалу айтады дейді олар: "Аманна биллахи вахдаху", жалғыз Аллаға иман келтірдік деп айтады дейді. "Ва кафарна бима кунна бихи мушрикин", бұрын ширк қылып жүрген нәрселерімізге кәпір келтірдік дейді. Болды, сенбейміз оларға, тек қана Аллахқа иман келтіреміз дейді. "Фалам яку янфаухум иманухум ламма рау бәсана" дейді. Бірақ менің азабымды олар көргенде оларға ешқандай пайда болған жоқ дейді. Аллах тағала Фирғаун турасында не дейді? وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى дейді. Бану Исраилді теңізден өткіздік дейді Аллах тағала. Фирғаун және оның әскері артынан шектен шығып зұлымдықпен арттарынан ерді дейді. Фирғаун حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين дейді. Ал сол кезде Фирғаун батайын деп жатырғанда, ол Фирғаун айтты дейді: "Аманту аннаху ла илаха илля аллази аманат бихи бану Исраил ва ана минал муслимин". Бану Исраил иман келтірген илахтан басқа құлшылыққа лайықты ешқандай илах жоқ дейді. Яғни Бану Исраил, мына Мусалар қазір қашып бара жатыр ғой Фирғауннан. Сол қашып батырған Бану Исраилдің құлшылық қылатын илахтарынан басқа құлшылыққа лайықты илах жоқ дейді. Сөйтіп куәлік береді. Кім? Фирғаун. Батайын деп жатырғанда, су жабылып жатырғанда: "Ва ана минал муслимин", мен мұсылманданмын дейді, мен мұсылманмын дейді. Сол кезде Аллах тағала не алдайды оны? Өлерде, яғни шахада айтып кеткен. Фирғаун өлерде шахада айтты. Он пайда берді ма? "Ал ана ва қад асайта ва қабла ва кунту минал муфсидин", міне ме, енді ме, міне енді өмір бақи күнә жасап келіп, енді міне тәубе қылып тұрсың ба дейді. "Ал ана", міне ме енді дейді. "Ва қад асайта қабла", оның алдында күнә жасап келіп, "ва кунту минал муфсидин", бұзақы қылатын кісілерден болған жоқсың ба сен жер бетінде дейді. "Фалияума нунajjika бибаданика литакуна лиман халфака ая" дейді. Бүгін сенің денеңді аман қалдырам дейді Алла тағала. Яғни сен суға батасың, сосын денеңді Аллах тағала аман қалдырам дейді. Не үшін? Литакуна лиман халфака ая, сенен кейінгі кісілерге уағыз болу үшін дейді. Фирғаун суға батқаннан кейін денесін Алла тағала кері судың бетіне шығарып жіберген. Адамдар соны көрсін деп, өйткені адамдар сенбеген, суға батпады деп ойлады. Аллах тағала Фирғаунның денесін сол жерде кісілерге шығарды. Кісілер сол Фирғаун денесін көріп, "Мә, расына Фирғаун қайтыс болды екен ғой" деп сенді. "Ва инна кафира минан наси ан аятина лагафилун", ал көп адамдар дейді, менің аяттарымнан, менің знаменияларымнан немқұрайлы қарайды дейді. Сондықтан сондай шарасыз иманның пайдасы жоқ. Таңдау болған кезде иманның пайдасы болады.
бірақ шарасыздың иманның пайдасы жоқ. Аллах тағала басқа аятта айтады: "Валайсат ат-таубату лиллазина яъмалуна ас-сайyi'ати хатта иза хадара ахадухум ал-маут қала инни тубту ал-ана валаллазина ямутуна ва хум куффар" дейді. Өмір бақи күнә жасап келіп, өлім сәтіне келгенде, өлім тамағына келгенде, инни тубту ал-ан, міне тәубе қылдым дейтін кісілерге тәубе жоқ дейді Аллах тағала. Валаллазина ямутуна ва хум куффар, және кәфір болып өлгендерге де тәубе жоқ дейді. Яғни бұл жерде Аллах тағала екі топ кісіге тәубе жоқ деп тұр. Біреу ол кәфір болып өлгендер, ал екіншісі кәфір болып әлі өлмеген, бірақ өлім алдына келген. Міне өлім болды, келді, міне өлім басына келді, міне өлейін деп жатырғанда ислам қабылдап келген кісілерге ешқандай пайда жоқ дейді. Ол суға батып жатырған кісі болуы мүмкін. Мысалы, суға батып жатырған кісіге ля иляха иллаллахтың пайдасы жоқ. Отқа өртеніп жатырған, суға отқа құлады, үйдің ішіне от өртеніп, денесі бәрі күйіп өртеніп жатыр, ислам қабылдайтын болса ешқандай пайдасы жоқ дейді. Яғни таңдау болу керек, ода уақыт болу керек, 1-2 сағат сондай бір ойланатын уақыты болу керек. Шарасы міне болды, тамағына өлім келгенде ол кісіге ешқандай пайда болмайды. Сол секілді қиямет күнінің алдында күн батыстан шыққанда ол кісіге ешқандай пайда болмайды. Сахих Муслимде келетін хадисте Абу Хурайрадан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ман таба қабла ан татлуъу аш-шамс мин магрибиха табаллаху алейхи." Кім күн батыстан шықпас бұрын тәубе қылатын болса, Аллах тағала оның тәубесін қабыл алады дейді. Басқа хадисте Муауия ибн Аби Суфьяннан келетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ла танқату ал-хижра хатта танқатиъ ат-тауба ва ла танқатиъ ат-таубату хатта татлуъу аш-шамсу мин магрибиха." дейді. Тәубе тоқталмайынша хижр тоқталмайды дейді. Ал тәубе күн батыстан шықпайынша тоқталмайды дейді. Хадисте Абу Дауд риуаят қылған, Шейх Албани хадис сахих деді. Басқа хадисте Имам Ахмадта келген хадисте ла тазалу таубату мақбулатан хатта татлуъу аш-шамсу мин ал-магриб дейді. Тәубе әлі қабылдана береді дейді. Қашанға дейін? Күн батыстан шыққанға дейін дейді. Фа иза талаат тубиъа ала кулли қалби бима фихи ва куфия ан-насу ал-амал дейді. Ал күн батыстан шығып кететін болса, бүкіл жүрекке мөр салынады дейді. Печат қойылады, болды. Ва куфия ан-насу ал-амал, адамдар амалдарынан үзіледі дейді. Болды. Артық амал бір нәрсе қосылмай қалады. Күнделікті істеп жүрген амал істейді, бірақ артық асып кететін бір амал болмайды олар. Амалдың ешқандай пайдасы болмайды. Хадисте Имам Ахмад риуаят қылған, Шейх Албани хадисі сахих деген. Яғни адам баласы күн батыстан шыққаннан кейін тәубе қылатын болса, яғни ешқандай пайдасы болмайды. Ал күн, бауырлар, ол күнде шығыстан шығады. Күн әрдайым Алладан сұрайды: шығыстан шығайын ба деп, Аллахқа сәжде қылып. Ол турасында хадис келеді Абу Зардан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Абу Зарға айтады, Сахих Муслимде келетін хадис: "Атадруна айна тазабу хази аш-шамс" дейді. Күн батыстан батады ғой. Сол кезде пайғамбарымыз сахабалардан, әлде басқа риуаятта Абу Зардан сұрайды: "Мына күн батқанда қай жаққа кететінін білесіңдер ме?" дейді. Сол кезде сахабалар: "Алла және оның елшісі жақсырақ біледі" дейді. Қала, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Инна хазихи тажри хатта тантахи иля мустақарриха тахта ал-арш" дейді. "Фатахиру сажидатан." Бұл күн дейді, әрдайым осылай кетіп, өзінің арштың астына, жеріне барады дейді. Яғни күннің өзінің жері болады, арштың астына, арштың тұсына барады. "Фатахиру сажида", сәждеге қойды дейді. "Фала тазалу кадалика хатта юқалу лаха иртафи'i ирджи'i мин хайсу жити фатарджи'у фатусбиху тали'атан мин матла'iha" дейді. Сөйтіп ол сәжде бола береді дейді. Кейін оған көтеріл деп айтады дейді. Яғни сәждеден көтеріл. Келген жеріне кері бар деп айтады дейді. Сөйтіп күн шығыстан шығады дейді. ثم تجري يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش дейді. Сөйтіп жалғаса береді дейді. Адамдар оған мән бермейді дейді. Таңғалмайды ол нәрсеге дейді. Сөйтіп бір күні дейді, күн батып, арштың астына барып сәжде қылады дейді. Сол кезде күнге айтылады дейді: "Иртафи", көтеріл дейді. "Асбихи тали'атан мин магрибики" дейді. Енді сен батыстан шық деп айтады дейді. Яғни Алла тағала күнге шығыстан шығуға рұқсат бермейді. Енді бүгін батыстан шық деп айтады екен Аллах тағала. "Фатусбиху тали'атан мин магрибиха", сөйтіп күн батыстан шығады дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға айтты: "Атадруна ма тазакум", сол қашан болатынын білесіңдер ме дейді. Яғни күн батыстан шығатын уақытты білесіңдер ме дейді. Пайғамбарымыз сөзін жалғастырды: "Зака хина ла янфау нафсан имануха лам такун аманат мин қабл ау касабат фи иманиха хайра" дейді. Ол сондай күні дейді, бұрын иман келтірмеген, әлде ешқандай жақсы амал істемеген кісіге иманы, амалы пайда бермейтін күні дейді. Хадисі Сахих Муслим риуаят қылған. Яғни күн, бауырлар, күнде Алланың аршының астына барып сәжде қылады. Қалай екенін біз білмейміз. Бізге сәжде көрінбесе де,
әйтеуір сәжде қылады. дейді. Бүкіл нәрсе Аллахқа тасбих қылады, бірақ қалай тасбих қылатынын сіздер білмейсіңдер дейді. Сондықтан сол сияқты күнде Аллахқа сәжде қылады, тасбих қылады, Аллахқа жалбарынады, Аллахтан сұрайды, бірақ оны адамдар оны білмейді. Күн сәжде қылады, тасбих айтады, бірақ біз оны қалай екенін білмейміз. Аллах Тағала Құран айтқандай: «Алам тара анна Аллаха ясджуду лаху ман фис самавати ва ман фил арди ваш-шамсу вал-қамару ван-нуджуму вал-джибалу ваш-шаджару вад-давабу ва касирун минан нас ва касирун хаққа алейхи ал-азаб» дейді. Сен көрмейсің ба дейді, Алла Тағалаға аспандағы, жердегі бәрі сәжде қылады дейді. Сондай-ақ күн, ай, жұлдыздар, таулар, тал, жануарлар, хайуандар және көп адам Аллахқа сәжде қылатынын білмейсің ба дейді. Және сол сияқты, көп адам Аллахқа сәжде қылғандай, дәл сондай сияқты көп адам оларға азап уәжіп болды дейді. Намаз оқитын, құлшылық қылатын адамдар көп қой, дұрыс па? Сол сияқты азап жазылған адамдар да көп, тіпті азап жазылған адамдар, тозаққа өртеген адамдар көбірек жәннатқа кіретін кісілерден қарады. Бұл аяттан не аламыз? Бұл Хадж сүресінің аятынан күн Аллаға сәжде қылады. Қалай екен оны біз білмейміз. Біздің міндетіміз иман келтіреміз болды. Сонымен Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін 7 жылдың ішінде қиямет күнінің үлкен бір белгілері болатын бірі, бауырлар, ол күн батыстан шығуы. Енді мынандай бір хадис келеді. Сахих Муслимде келеді хадис Абдулла ибн Амрдан. Абдулла ибн Амр айтады: «Хафизту мин Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям хадисан лам ансаху ба'д». Мен пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи ва саллям бір хадис жаттадым дейді. Оны әліңге дейін ұмытқан жоқпын дейді. Пайғамбарым саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейді. Хадис Муслимде келеді. Кім айтып жатыр? Абдулла ибн Амр. Пайғамбарымыз сол хадисте деді: «Инна аулал аяти хуруджан тулу'у шамс мин магрибиха, ау даббату аля наси духа, фа аййихума канат qabla сахибатиха фал ухра аля исриха» дейді. Қиямет күнінің үлкен белгілерінің ең бірінші шығатын дейді. Ең бірінші шығатын қиямет күнінің үлкен белгілері дейді. Ол күн батыстан шығу дейді. Әлде духа уақытында адамдарға бір жануардың шығуы дейді. Осы екеуінің біреуі деп тұр Абдулла ибн Амр хадисінде. فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها дейді. Осы екеуінің біреуі қайсысы шығатын болса, екіншісі бірден артынан шығады дейді. Қиямет күнінің ең бірінші белгілерінің бірі дейді. 10 үлкен белгілері бар ғой. Солардың ең біріншісі дейді. Ол осы екеуінің біреуі дейді. Күн батыстан шығады, немесе бір жануар шығады дейді. Духа уақытында адамдарға бір жануар шығады. Қазір өтеміз ол жануар турасында. Не ол жануар бірінші шығады, не ол күн батыстан шығады. Не болса да осы екеуінің қайсысы бірінші шығатын болса, екіншісі бірден артынан шығады дейді. Енді бұл хадистен қарасақ, қандай пайда аламыз, бауырлар? Қиямет күнінің ең бірінші белгісі ол күн батыстан шығу, немесе жануардың шығуы, дұрыс па? Бірақ біз алда Даджал бірінші шығады дедік, Яджуж-Мажуж шығады, Иса алейхиссалам шығады, дұрыс па? Қалай осы екеуін қалай біріктіруге болады дегенде, жалпы дұрысы, бауырлар, дұрысы. Бірінші Даджал шығады, кейін Иса алейхиссалам түседі, одан кейін Яджуж-Мажуж шығады, дұрыс па? Неге бауырлар бірінші Даджал шығады, кейін Иса түседі, неге сосын Яджуж-Мажуж шығады? Өйткені Даджал келгенде адамдары әл-ислам қабылдайтын уақыт болады. Иса алейхиссалам жер бетіне келіп адамдарды исламға шақырғанда, кісілер оған исламға дінге келеді. Аллах Тағала айтқандай: «Ва ин мин ахли китаби илля лиюминанна биhi qabla маутихи». Иса өлместен бұрын ахли китаптан бір топ адам Исаға иман келтіреді дейді. Ислам кіреді. Егер күн батыстан шығып, сосын барып Иса Даджал келетін болса, онда ол кісілердің иман қабылдағаны ешқандай пайдасы болмайды. Сондықтан күн батыстан шықпастан бұрын бірінші Даджал келеді, одан кейін Иса алейхиссалам түседі, одан кейін Яджуж-Мажуж шығады. Сосын барып Иса қайтыс болғаннан кейін барып күн батыстан шығады. Сондықтан дұрысы, жалпы ихтилаф ғалымдары, дұрысы күн батыстан шықпастан бұрын алдын ала Даджал шығады, Иса түседі, Яджуж-Мажуж шығады. Ал мына хадиске өзіне қалай жауап береді дейтін болса, ғалымдар оған айтады: жалпы дейді, бұл дейді, осы күн батыстан шығу әлде жануардың шығу дейді, ол жер бетінде әдеттен тыс болатын нәрселер болғанда дейді, шығатын нәрселер дейді. Бірінші Даджал шығады, Иса түседі, Яджуж-Мажуж шығады. Олар бір андай дейді. Әдеттен тыс нәрселер болады ол кезде, бірақ ондай қатты емес, мынау сияқты емес дейді. Мынау нағыз әдеттен тыс болатын, нағыз физиканың заңына қарама-қайшы келетін нәрсе осы заманда болады. Әдеттен нағыз тыс келетін, әдетке қарама-қайшы келетін нәрселер осы заманда
шығады, яғни күн батыстан шығу, адамдармен сөйлесетін жануар шығу нағыз таңғалдыратын нәрсе. Ал Иса алейхиссалам келуі, Даджал шығу, Яжуж Мажуж шығу, ол яғни бір таң қалса да, бір әдеттен тыс болса да, бірақ ондай мынау сияқты емес, күн батыстан шыққан сияқты емес дейді. Сондықтан қиямет күннің алдындағы әдеттен тыс, нағыз әдеттен тыс болатын амалдардың ішінен дейді, күн батыстан шығу әлде жануар шығу дейді. Сөйтіп жалпы ғалымдар жауап береді. Не болса да бауырлар, дұрысы бірінші Даджал шығады, одан кейін Иса алейхиссалам түседі, одан кейін барып Яжуж Мажуж шығады. Яжуж Мажуж өлгеннен кейін барып Иса қайтыс болады. Иса қайтыс болғаннан кейін барып күн батыстан шығады. Даджалдан бұрын емес. Ал енді осы екеуіне келетін болсақ, осы екеуіне, күн батыстан шығу және жануардың шығу. Абдулла ибн Амрдың хадисін айтып тұр, осы екеуі ең бірінші шығады дейді. Осы екеуінің қайсысы бірінші шығатын болса, екіншісі артынан бірден шығады дейді. Енді екеуінен қайсысы бірінші шығады дегенде, дұрысы күн батыстан бірінші шығады, кейін жануар шығады. Неге дейтін болсақ, өйткені күн батыстан шыққаннан кейін адамдар ислам қабылдаса да, ислам қабылдауының ешқандай пайдасы болмайды. Сол кезде бірден, тіпті кейбір ғалымдар сол күні дейді. Күн батыстан шыққаннан кейін сол күні, таңертең фажрдың уақытында бәрі шығыстан күтіп тұратын болса, күн керісінше неден шығады? Батыстан шығады дейді. Сөйтіп күн көтеріліп духан уақыты келгенде осы жануар шығады деп айтады. Ол жануар келгенде, бауырлар, адамдарды таңбалайды, таңба салады, жылқының артына таңба салады, сөйтіп адамдарға таңба салады, мұрын әлде маңдайына таңба салады дейді. Кәфірлерді мұсылмандардан ажыратады дейді. Егер де сол жануар келген уақытта адамдарға ислам қабылдайтын мүмкіншілік болатын болса, ислам қабылдап кетеді ғой, дұрыс па адамдар? Осы жануар кәфір деген таңба салмау үшін, дұрыс па? Сондықтан ғалымдар айтады, күн батыстан шығады дейді. Болды, артқа жол жоқ, енді ислам қабылдайтын жол жоқ болғанда, сол кезде жануар шығады да адамдарды, кәфір мен мұсылманды ажыратады дейді. Және Абу Дауудта келетін риуаятта Абдулла ибн Амрдың өзі мынандай сөз қосады. Мен дейді, жануар шықпастан бұрын күн батыстан шығады деп ойлаймын бірінші дейді. Жануар шықпастан бұрын бірінші күн батыстан шығады деп ойлаймын дейді. Басқа риуаятта жануардан бұрын күн батыстан шығады деген нәрседен басқа нәрсені ойлап тұрған жоқпын дейді. Яғни айқын біліп тұрмын, күн батыстан шығады, сосын барып жануар шығады дейді. Яғни сөйтіп Абдулла ибн Амрдың өзі сөйтіп айтқан. Сондықтан дұрысы жалпы осы екеуінің арасында біріншісі күн батыстан шығады, мұсылмандар тірі кезде. Сосын сол уақытта тіпті ғалымдар сол күні дейді. Сол күні, күн батыстан шыққан күні жануар шығады. Сонымен күн батыстан шыққаннан кейін жануар шығады. Сөйтіп жануар тақырыпқа көшейік. Ол жануар турасында бауырлар дәлел Құранда келген және хадистерде келген. Алла Тағала Құранда айтады: وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ дейді. Оларға, адамдарға азап уәжіп болғанда дейді. Оларға, адамдарға азап уәжіп болғанда дейді. أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ, жерден оларға жануарды шығарамын дейді Аллах Тағала. تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ол жануар адамдармен сөйлеседі дейді. Адамдарға сөйлейді, бір нәрсе айтады дейді. Не деп айтады? أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Адамдар Алланың аяттарына, белгілеріне айқын сенбейді, иман келтірмейді деп сол жануар адамдарға айтады екен қиямет күнінің алдында. Нәміл 82. Яғни қиямет күнінің алдының үлкен белгілерінің бірі күн батыстан шыққаннан кейін осы жануар шығады. Бұл жануардың жалпы сипаты белгісіз, қандай сипат екен, андай нақты хадис жоқ. Хадистер келген, бірақ әлсіз хадистер. Яғни әртүрлі құлағы осындай болады, үлкені осындай болады, солихтың түйесіндей болады деген сияқты айтылған, бірақ бірде бір сахих хадис жоқ. Дұрысы, яғни қандай сипатта екен білмейміз, әйтеуір не болса да бір таң қалдыратын жануар шығады қиямет күнінің алдында. Бірақ амалы белгілі, яғни не істейтін, қандай амалы бар дейтін болсақ, амалы белгілі. Ол жануар адамдарды таңбалайды, таңба салады, клеймо салады. Жылқыларға таңба салады ғой, ажырату үшін. Сол сияқты бұл жануар адамдарға таңба салады, мұсылманды кәфірлерден ажыратады. Келіп адамдарға таңба салады. Тіпті ол кісі намаз оқып жүруі мүмкін. Енді исламға олап, тәубе қылып, үміттеніп, иншалла бір Аллах Тағала кешіреді ғой деп сөйтіп үміттеніп жүргенде, бұл жануар келіп, сенің намазың пайдасы жоқ, сен кәфірсің деп мұрындарына
таңба салады дейді осы жануар. Абу Умам ал-Бахилидан келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: тахруджу даб, жануар шығады дейді, қиямет күнінің алдында жануар шығады. Фатасиму наса ала харатинихим, адамдардың мұрындарына таңба салады дейді. Сумма ягмуруна фикум хатта яштир раджулул баир дейді. Кейін сол таңбаланған адамдар дейді сендердің араларында өмір сүреді дейді. Яғни адамдардың арасында ол таңбаланған кісілер өмір сүреді. Сөйтіп бір адам түйе сатып алады дейді. Түйе сатып алады біреуден. Түйе сатып алғаннан кейін фаяқулу миман иштарайтаху, оған басқа кісілер айтады дейді. Бір адам қиямет күнінің алдында түйе сатып алады, жануар шыққан кезде, сол кезде бір кісілер оған айтады, ол адамға: мына түйені кімнен сатып алдың деп. Фаяқулу мин ахадил мухаттамин. Сол кезде ана кісі айтады, түйені сатып алған кісі: таңбаланған бір кісілерден алдым дейді. Яғни таңба салынған кісілерден алдым дейді. Таңба бәріне бір уақытта салынбайды. Бір, яғни мынаған салады, анаумен ана кісіні көргеннен кейін салады, оны бір сағат деген ана салады, жарты сағат деген ана салады. Яғни адамдарға кезектесіп по очереди бәріне таңбалап жүреді. Кім? Жануар, осы жануар. Сол осы хадис имам Ахмад риуаят қылған, Шейх Албани ол хадисті сахих деген. Бұл хадистің ішінде сол жануар келіп таңбалайтынына нақты анық дәлел бар. Бұл жануар келіп адамдарға таңба салады, мұсылмандар кәфірлерден ажыратады, мынау мұсылман, мынау кәфір деп. Сондықтан бұл нәрсе, олар жануардың шығуы, ол ақиқат нәрсе, бар нәрсе, қиямет күнінің үлкен белгілерінің бірі. Бұл Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін қиямет күнінің үлкен белгілерінің екіншісі бауырлар. Үшіншісі бауырлар, қиямет күнінің осы мұсылмандар бар кезде, мұсылмандар тірі кезде, 7 жылдың ішінде тағы да қиямет күнінің үлкен бір белгілерінен болатын нәрсе, ол бауырлар түтін болады. Түтін ол бауырлар Құранда келген және хадистер айтылған. Алла Тағала Құранда айтқандай: фартақиб яума та'тис самау бидуханин мубин яғшан наса хаза азабун алим раббана кшиф аннал азаба инна муъминун дейді. Алла Тағала айтады: аспан анық түтін келтіргенін күт дейді Алла Тағала. Яғшан наса хаза азабун алим дейді. Сол кезде түтін адамдардың бәрін басып алады дейді. Адамдар сол кезде айтады дейді: хаза азабун алим, бұл қатты азап қой деп айтады дейді, қиналғаннан сол түтіннен. Раббана кшиф аннал азаба инна муъминун, я Аллах Тағала бұл азапты бізден алшы дейді, біз мұсылманбыз деп айтады дейді. Яғни кәфірлер сөйтіп тірейді. Қиямет күнінің алдында бауырлар жердің бетін түтін басады. Абу Хурайра келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде деді: бадиру бил аъмали сит дейді. 6 нәрсе келместен бұрын жақсы амал жасауға асығыңдар дейді. Тулу'и шамси мин мағрибиха дейді. Күн батыстан шықпастан бұрын дейді. Ау духан, түтін келместен бұрын дейді. Ау даджал келместен бұрын дейді. Ау даба, жануар шықпастан бұрын дейді. Ау хассату ахадикум, әлде әрбіріңе жеке бір нәрсе келместен бұрын амал жасаңдар дейді. Жеке деген бұл жерде өлім. Яғни әрбіріңе жеке өлім келместен бұрын тезірек жақсы амал жасауға асығыңдар деп тұр ғой пайғамбарымыз. Ау амрал амма, әлде жалпы кісілерге келетін нәрсе келместен бұрын жақсы амалға асығыңдар. Жалпы деген ол қиямет күні. Хадис Муслимде келеді. Бұл түтін бауырлар жердің бәрін басып алады. Аспан мен жердің ортасын ол түтін басып алады. Қайдан шығатын Аллаху алим. Не болса да қиямет күнінің үлкен белгілерін жер бетін түтін басады. Адамдар ол түтіннен тұншығады. Мұсылмандар бар болады. Мұсылмандарға бұл түтін тек қана мұрындары бітеледі. Грипп сияқты болады. Мұрындары бітеледі тек қана. Ал кәфірлердің құлақтары бүкіл денелері кіріп, денелер күйеді сол неден, түтіннен. Тіпті сондай қалып күйеді, сондай қалып денелеріне кіріп тұншығады. Тіпті бағандай хадис келеді, күйіп гриль сияқты болып қалады дейді. Гриль тауық болады ғой, гриль сондай. Адамдар қиналғаннан Раббысына жалбарынады. Раббана кшиф аннал азаба инна муъминун. Я Аллах Тағала, бізден азапты кетірші, біз мұсылманбыз, иман келтірдік деп айтады дейді. Яғни бірақ ол күні кәфірдің ешқандай иманы пайда болмайды. Яғни сондай түтіннен қатты қиналады, дененің бүкіл жеріне кіреді дейді кәфірдің. Қиналып күйеді дейді. Ал мұсылмандарға ондай сынақ болмайды, тек қана мұрындар ғана бітеледі дейді. Абу Малик ал-Ашариден келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: инна раббакум анзаракум саласа дейді. Сендердің Раббыларың сендерді 3 нәрседен сақтайды дейді. Біріншісі ол түтін дейді. Яхузул муъмина каззукмати ва яхузул кафира фаянтафиху хатта яхруджу мин кулли масма'i минху дейді. Біріншісі ол түтін дейді. Ол түтін мұсылмандардың мұрнын ғана бітейді дейді.
Ал кәфірлерге ол түтін үрлеп дейді, екі құлағынан шығады дейді. Yani денесіне кіреді деген сөз ғой бұл түтін. Денесінен кіріп құлақтарынан шығады дейді. Уассания дабба, екіншісі ол жануар дейді. Уассалиса ад-даджал. Үшіншісі дейді ол даджал дейді. Бұл хадистің иснадын Ибн Кафир жақсы деген. Бұл осы түтін мәселесіне, осы аятта келген, хадистерде келген түтін мәселесі бауырлар ғалымдарда, сәләфтарда ихтилаф болған. Ол турасында бірнеше пікір бар. Соның ішінде дұрысы бауырлар, ол түтін деген аяттағы ол қиямет күнінің алдындағы кәдімгі білетін қиямет күнінің үлкен белгілерін сол келетін түтін. Кейбір ғалымдар ол түтін дейтін аяттағы болып кеткен нәрсе дейді, болып кеткен оқиға дейді. Ол пікірді Абдулла ибн Масуд ұстанған. Абдулла ибн Масудтың пікірі бойынша аяттағы түтін болып кетті дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кезінде мушриктерден, Құрайштан сондай қиын сынақтар көргенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мушриктерге қарсы дұға тілеген. Сондай қылып аштық берші деп. Сол кезде мушриктерге бір құрғақшылық келіп, аштық келіп қиналған. Сол кезде мушриктер сол қиналғаннан аспанға қарайтын болған, аспанға қарағанда аспанда бір түтін көрінетін болған аштықтан. Келіп пайғамбарымыздан келіп жалым сұрайтын болған, яғни Аллахтан дұға тілеші, кетірші, бәріміз исламға қолдаймыз деп. Осы аяттағындай. Раббана кшиф аннал азаба инна муъминун. Я Аллах Тағала осы азапты кетірші, болды, иман келтіреміз, мұъминміз деп, яғни сөйтіп айтқан деп Абдулла ибн Масудың пікірі бойынша, яғни сөйтіп айтатын болған Абдулла ибн Масуд. Бірақ дұрысы бауырлар, ол түтін ол қиямет күнінің алдындағы болатын түтін. Өйткені басқа сахабалардан да мықты сөздер келеді. Ол турасында Ибн Аби Мулейка табиин Ибн Аббас турасында деді. Ибн Аби Мулейка деді, мен бір күні Абдулла ибн Аббасқа бардым дейді. Барсам, Абдулла ибн Аббас маған айтты дейді. Ма нимту лейлата хатта асбахту дейді. Яғни таңертеңге дейін түнімен ұйықталмадым дейді, ұйқы жоқ дейді. Сол кезде Ибн Аби Мулейка Ибн Аббастан сұраған, неге тыныш па деп. Қали, сол кезде Ибн Аббас айтады, قالوا طلع الكوكب ذو ذنب فخشيت أن يكون الدخان дейді. قد طرق فما نمت حتى أصبحت дейді. Құйрығы бар болған жұлдыз шықты деп адамдар айтып жатыр ғой дейді. Яғни сондай жұлдыз шыққан сол заманда артында бір құйрық сияқты бір әсері бар. Яғни комета ғой, комета дейді ғой, соны бір жұлдыз шығады, артында бір ізі тұрады, әсері тұрады. Кішкентай кезімізде көретін едік соны, кометадан бір жоғарыдан аспанға қарағанда сондай бірнеше күн айлап па бір сондай тұрды жұлдыз, артында бір ізі бар. Енді сондай нәрсені Ибн Аббас көріп қалған. Фахашиту ан якуна духану қад тарақ дейді. Яғни сол жұлдыз артында әсері бар, ізі бар жұлдыз, соның себебімен түтін келе жатыр ма деп қатты қорқып қалдым дейді. Сөйтіп түнімен таңертеңге дейін ұйықталмадым дейді Абдулла ибн Аббас. Яғни Абдулла ибн Аббастың пікірі бойынша түтін әлі болған жоқ, қиямет күнінің алдында ол келеді. Сөйтіп Ибн Аббас соны ойлап қалған, біздің заманымызда келеді деп қатты қорқып қалған. Али ибн Аби Талибтан келетін сөз, ол радиаллаху анху айтады, ләм тамды әйтіп духан баъд дейді. Түтін дейді қияметтің алдынан болатын әлі болған жоқ дейді. Ол түтін келгенде яхузул муъмина кахати зукам дейді. Ол түтін келгенде дейді мұсылмандарды зукам, яғни мұрны бітеледі дейді қана. Ва янфухул кафир хатта янфуз. Ал кафирлерге ол түтін денелеріне келеді дейді. Абдулла ибн Амр радиаллаху анху айтады, яхруджу духану фа яхузул муъмина кахати зукам дейді. Түтін шығады дейді. Сол түтін шыққанда мұсылмандардың тек қана мұрындары бітеледі дейді. Ва ядхулу фи масами'ил кафир вал мунафиқ хатта якуну карасил ханиз дейді. Ал кәфірлер мен мұнафиқтердің құлақтарына кіріп, бастары пісіп, сондай күйіп қалады дейді. Яғни гриль болып қалады деп тұр ғой. Яғни ханиз деген, яғни отқа күйген, шашлик болған, ысыға күйген тамақты деді. Бастары сондай болып қалады дейді. Абдулла ибн Амр деді. Сондықтан дұрысы түтін әлі болған жоқ. Тіпті Абдулла ибн Масудтың өзінде де екі пікір болған бауырлар. Бір пікірі ол түтін болып кетті деген пікір айтқан сөздерінде, бірақ тағы да түтін келеді деген пікір болған. Өйткені кім Мужахид айтады, Мужахид ибн Жабр айтады, кән ибн Масуд яқул дейді, ибн Масуд радиаллаху анху айтушы еді дейді. Хума духанан, олар екі түтін дейді. Яғни ибн Масудтың екінші сөзі бойынша екі түтін дейді. Қадмада ахадухума, біреу өтіп кетті дейді, біреу банақ айтылған. Мушриктер аспанға қарағанда аспаннан түтін сияқты көрген. Ол болып кетті дейді. Уаллази бақия ямлау ма байна ас-самаи вал ард. Енді болатын дейді, ол аспан мен жердің арасын дейді, түтінмен толтырады дейді. Уала яджидул муъмину минху илля каззукма дейді. Мұсылмандардың ол түтінен мұрындары ғана бітеледі дейді. Ва аммал кафиру фатасқубу масами'аху дейді. Ал кәфірлердің құлақтарына кіреді дейді ол түтін. Фатуб'асу инда залика рихул жанубу минал яман фатақбиду руха кулли муъминин ва муъминатин ва ябқа шираран нас. Сол кезде оңтүстіктен Йемен жақтан жел келеді дейді.
бүкіл мұсылман ерді, әйелді ол жел алып кетеді дейді, жандарын алып кетеді дейді. Уаябқа ширарана, жер бетінде сонда жаман адамдар қалады дейді. Яғни Ибн Масудтың екінші мынау сөзі бойынша екі түтін болады екен. Біреуі болып кеткен банағы мүшриктердің көретін түтіні, ал екінші қиямет күнінің алдында болады. Және Ибн Масудтың сөзінен не аламыз мына жерден? Сол түтін болған кезде оңтүстік жақтан Йеменнен жел келіп мұсылмандардың жандарын алады. Сондай керемет жел келеді. Ол біздің келесі тақырыбымыз керемет жел шығу. Түтін турасында біттік, енді келесі тақырыбымыз ол жел шығу. Қиямет күнінің алдында Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін жер бетінде мұсылмандар 7 жыл өмір сүреді. Сол 7 жылдың ішінде адамдар, мұсылмандар болсын, кәфірлер нелерді көреді? Қандай үлкен белгілерді көреді? Біріншісі ол күн батыстан шығуды көреді, және жануардың шыққанын көреді, мұсылмандар тірі болады. Кейін түтін шығады. Ол түтін шығып, мұсылмандар ол түтіннен мұрындары бітеледі. Ал кәфірлерді ол түтін күйдіреді. Күйік болып қалады дейді ол түтіннен кәфірлер. Ол түтін келгеннен кейін сол бойда, сол түтіннің арасында, сол уақытта мұсылмандар сол мұрындары бітеліп, сондай уақыт болып жатырғанда Алла тағала жел жіберіп мұсылмандардың жандарын алып кетеді. Аби Хурайра радиаллаху анху, Абу Хурайрадан келетін хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Хадис Муслимде келеді. Инна Аллах яб'ату рихан минал Йемен альяну минал харир, фала тад'у ахадан фи қалбихи мithqala дharratin мин иманин илля қабадатху дейді. Алла тағала Йемен жақтан жібектен де жұмсақ жел жібереді дейді. Бұл жел жүрегінде шанның тозаңдай иманы бар адамның барлығын алып кетеді дейді бұл жел. Яғни қиямет күнінің алдында Алла тағала сондай жел жібереді, жұмсақ, сондай жібектен жұмсақ, жібекті денеге тигізгенде қандай жұмсақ болады, содан да бір жұмсақ Алла тағала жел жібереді, ол жел адамдардың жандарын алып кетеді, мұсылмандардың. Яғни жүректерінде иманы бар, әлсіз болса да, пасық болса да, әйтеуір мұсылман, Алланың алдында мұсылман болатын кісілерді Алла тағала сол жел жіберіп алып кетеді. Жүрегінде шанның тозаңында иман бар деген сөзді біз бауырлар қалай түсінеміз? Андай мағына емес, андай нәрсе түсінуге болмайды. Бағандай Аллаға сәл сенеді, бірақ күмәндары көп, андай бір нәрсеге сенбейді, тозаққа сенбейді, мысалы жәннатқа сенбейді, пайғамбарға сенбейді, аздап бір андай шан тозаңдай сенеді деген мағына емес бауырлар. Олай ешқандай қылмай айтпайды. Жоқ, бұл жүрегінде шан тозаңда иманы бар деген кісі, оның жүрегінде иманы бар кісі. Яғни күмәні жоқ, ешқандай күмәнсіз Аллаға және оның елшісіне, жалпы шариғатқа иман келтірген. 100% жүрегінде ешқандай күмәні жоқ адам. Егер жүрегінде бір нәрсеге күмәні болатын болса, ол исламның шеңберінен шығып кеткен кісі болады. Мұсылман болмайды ол кісі. Оны ешқандай ғалым мұндай түсіндірмейді, бағандай сәл аздап иманы бар, бірақ күмәні бар деген мағына емес. Жоқ, бұл жерде Аллаға толықтай иман келтірген кісі. Муслимнің басқа хадисіне Науас ибн Саманнан келетін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фабайнамахум кадалик из ба'ата Аллаху рихан таййиба". Мұсылмандар сөйтіп тұрғанда дейді, яғни сондай жағдайда Иса алейхиссалам қайтыс болғаннан кейін Алла тағала керемет жел жібереді дейді. Фатахузухум тахта абатихим. Бұл жел келіп қолтықтың астарынан көтеріп алып кетеді дейді. Яғни жандарын қолтықтың астынан көтеріп, кішкентай баланы қолтығының астынан көтереді, сөйтіп келіп жел жандарын алып кетеді дейді. Фатақбиду руха кулли муъмин ва кулли муслим дейді. Бүкіл мұсылманның, иманды кісілердің барлығын жандарын алып кетеді дейді. Уаябқа шираран нас, жер бетінде ең жаман адамдар қалады дейді. Ятахараджуна фиха тахаруджал хумур дейді. Ол адамдар дейді, яғни банағы жел мұсылмандарды келіп алып кеткеннен кейін қалатын адамдар дейді, олар жер бетінде есектер сияқты зина жасайды дейді. Яғни көшеде зина жасайды деген мағына. Фаалейхим тақуму саа. Сол кісілерге қиямет болады дейді. Хадисі Муслим келтірген. Яғни қиямет күнінің алдында бұл хадисте келген, Муслимдегі хадисте, жел келіп мұсылмандардың жандарын алып кетеді. Сол кезде жер бетінде адамдар әлі қалады. Ол адамдар кәфір адамдар, ешқандай хайыр жоқ адамдар. Бүкіл күнәнің түрін істейді, зина жасайды, тіпті зинаны адамдардан ұялмай жасайды, көшеде жасайды дейді, яғни есектер сияқты. Яғни адамдардан тығылмай, еркек пен әйел көшеде қосылады дейді.
басқа хадис келеді, сол кезде бір ұятты адам дейді, зина жасап жатырған адамдарға айтады дейді, ана жардың артына барып жасамадың ба деп айтады дейді. Яғни ішіндегі ең дені дұрыс ау дейтін адам, ол да кәпір, бірақ сөйтіп айтады дейді, сондай дәрежеге түседі. Яғни тек қана жер бетінде нағыз кәпірлер қалады, күнәнің түрлерін істейді, мұсылмандар жоқ болады, сол кісілермен қиямет күні болады. Иншалла осымен сабағымызды аяқтаймыз. Иншалла келесі сабақта қандай күнәлар істейтін, не істейді, не білдіреді деген турасында иншалла талқылаймыз. Аллаху тағала а'ля ва а'лам. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллам.